Эфирде байқымыз подкаст жобасы. Саумалды астың алдында 20-30 минут бұрын ішкен дұрыс. Адамның өмір сүруінің ұзақтығын ұзартатын бірден бір сондай қасиеті бар. Қаныш Сәтбаевты да ол өмірден алып қалған осы қымыз. Энергетикалық сусындарды Қазақстан көлеміне енгізу керек жалпы. Ол емделмейтін ауруларға алып келеді. Ата-аналардың құлақтарына алтын сырға. Егер де балаңыз жақсы дамиды десеңіз, физикалық тұрғыдан да, жаңағы психикалық тұрғыдан да осы саумал тұтыныңыз. Таққа отырған кезде егеннің үстіне шомылдырған. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Эфирде байқымыз подкаст жобасы. Жүргізушісі мен Әділ Орынбасарұлы және осы байқымыз жобасының авторы, бас продюсері Жұмажан Қалтаев. Сонымен қатар бүгінгі біздің қадірлі де құрметті қонағымыз Қазақстан Республикасы Президент іс басқармасы медицина орталығы ауруханасының бас гастроэнтерологы, медицина ғылымдарының докторы, профессор Бейімбетов Бақытжан Рысқұлұлы аға, қош келдіңіз. Қайырлы күн болсын. Енді жалпы өзіңіз алдынан бері естіп жатқан шығарсыз, биыл бұйырса жазда Астана қаласында байқымыз атты үлкен фестиваль, гастрофестиваль өтейін деп жатыр. Алғашқы сұрағымыз осы қымызға қатысты болғаннан кейін фестиваль осы бие сүтінің адам ағзасына, асқазан ішек жолдарына қандай пайдасы бар? Енді өте керемет жоба. Өте қуанып келе отырмын осы подкастқа. Бие сүті, оның пайдасын айтатын болсақ, оны бір сөзбен айта алмаймыз. Оның пайдасы, адам ағзасына пайдасы шаш-етектен. Ол адам өмірін ұзартатын бірден бір сусын деп айтқан кезінде. Илья Мечников деген ғалым болған, Нобель сыйлығының лауреаты. Осы геронтология дейді, мынау қартаюдың жөніндегі ғылымның негізін салушы ғалым Илья Мечников сол кісі айтқан екен. Осы биенің сүті осы адам өмірін ұзартатын бірден бір сусын деп. Сол қағида әлі де сақталынады, біз оны күнделікті көріп жүрміз. Мысалы 90-нан асқан осы қымыз бен саумалды ішіп, 90-нан асып, ешқандай аурумен ауырмай, қарттықтан көз жұмған адамдарды талай көрдім. Сондықтан асқазан ішек қарын жолдарына келетін болсақ, әсіресе бауыр ауруларында өте бір таптырмайтын ем мынау биенің сүті. Жалпы бұл биенің сүті бүкіл әлемдегі қандай сырқат болса, соның бәріне базистік ем деп айтар едім. Ал енді оның ішіндегі ең жақсы әсер ететіні мынау бауыр аурулары менен өкпе аурулары. Бауыр цирроздары қазір осы саумалдың арқасында толығымен жазылып кетіп жатыр. Әрине, ол база, сол базада арнайы емді беретін болсақ, ол толыққанды жазылып кетуі мүмкін. Бұның барлығы енді ғылыми түрде дәлелденген факт. Әрине, ғылыми түрде дәлелденген. Біз осыдан бірнеше жылдар бұрын осы ғылыми жұмысты конкурстан ұтып алып, грант алып, осы ғылыми жұмысты аяғына шейін бітірдік. Сонда байқағанымыз, мынау бауырдың семіздігінен, май жиналуынан пайда болған стеатогепатит дейтін ауру бар. Соның протоколын алып қарасаңыздар, ішінде урсасан, урсопрепараттар деген препараттар бар. Негізгі ем тұрғысында тағайындалған препараттар. Сол екеуін салыстырып көрдік. Бір топқа урсасанды бердік, бір топқа саумалды бердік. Сол кезде екеуін салыстырып қарағанда, ол жер мен көктей болып шықты нәтижесі. Біздің саумалды ішкен науқастар өте керемет нәтижеге қол жеткізді. Тек қана бауырдың функциясын жақсартып қана қойған жоқ. Ол холестерин төмендеді, триглицеридтер төмендеді, қанты дұрысталды, және де қосымша күш-қуат пайда болды. Ұйқысы дұрысталды. Сол сияқты көптеген қосымша жанама әсерлері алды. Урсасан ол Европаның дәрілері ме? Ол урсасан Прагада, Чехияда шығатын препараттар, жалпы урса препараттары, урсафарк деп жаңағы Германиядан да шығады. Ол негізі осы бауыр ауруларында берілетін бірден бір препарат. Ал енді ол мен салыстырғанда осындай нәтижеге жеттік. Ал енді оны жарияланды, мақалалар жарияланды, шетелдік журналдарға да жарияланды. Сол кезде енді жаңағы сұрайды ғой бізден енді рецензенттер, шынымен сондай нәтиже алдыңдар ма дейді ғой. Бәрін көрсеттік жаңағы. Содан кейін олар сеніп, сөйтіп публикацияға алды ғой енді.
Сондай нәтижелер көп айта берсе. Енді жалпы осы жалпы халыққа көрерменге бие сүтін қымызды ішудің бір ережесі бар ма? Қалай түсіндіріп айтуға болады? Енді ғылыми тұрғыдан иә маман ретінде. саумал мен қымыздың екеуі екі бөлек. Саумал енді ашытылған сүт қой енді. Ал енді саумалды астың алдында 20-30 минут бұрын ішкен дұрыс. Күніне 2-3 мезгіл, егер профилактикалық жағдайда алып қаратын болсақ. Ал егер арнайы ем болатын болса, ол 5 мезгілге дейін болады күніне ішуге. Ал енді қанша уақыт ішу керек деген сұраққа келетін болсақ, профилактикалық тұрғыда 1 айға дейін. Мысалы біз созылмалы гепатиттерге 6 айға дейін береміз. Ал цирроз кезінде 1 жылға дейін ішеді. Минимум 1 жыл. Одан да көп іше беруге болады әрине. Бірақ сол 1 жылдан аз болмау керек. Қымызға келетін болсақ, ол қымыздың бір ерекшелігі, бұл астың алдында да ішуге болады. Аспен бірге де ішуге болады. Астан кейін де ішуге болады. Сондықтан ол көбінесе қымыз ол ашытылған болғандықтан құрамында спирт болады. Сондықтан спирт болғандықтан ол мынау бауыр ауруларына болмайды. Мынау ұйқы безі сырқаттанған созылмалы панкреатит дейміз ғой, сол кезде болмайды. Ал басқа жағдайларда бола береді. Мысалы, жаралы колиттер, жаралы ауруларда асқазанның жарасы кезінде, асқыну кезінде болмайды. Ал енді мынау өкпе ауруында бірден-бір жақсы көмек беретін қымыз. Саумал да әрине жақсы әсер етеді, бірақ қымыз көбінесе сол өкпе ауруларында. Оны кезінде Боткин де айтып кеткен. Мынау терапияның атасы деп айтамыз ғой, Боткин. Ибн Сина да айтып кеткен. Осы Ибн Сина айтады, ол Алланың бізге берген сыйы дейді. Сондықтан Гиппократ та айтып кеткен кезінде. Осы бауыр өкпе ауруларында, яғни өкпенің тыныс жолдары ауруларында бірден-бір жақсы көмек беретін осы биенің сүті деп айтады. Жақсы. Ол бәрі бар әдебиетте. Енді жаңағы саумалды ішетін кезде көп сұрақтар болып жатады ғой, жаңа да айтып жатырмыз. Жылы күйінде ішу керек, салқындап қалмау керек деген сияқты бір арнайы уақыты, сағаты. Уақыт өтіп кеткен ол саумал емес, пайдасы жоқ деп айтады. Енді өте дұрыс сұрақ, ол жиі кездесетін сұрақ. Енді ең дұрысы сол жылы кезінде ішкен дұрыс. Бірақ енді қазіргі заманда 21-ші ғасырда уақыт тапшы кезінде оны айлап, жылдап іше алмайды ғой. Өзінің жаңағы жылқысы бар үйінде, хозяйствосы бар адамдар пайдалану мүмкін, бірақ жалпы жұрт оны пайдалана алмайды. Сондықтан ол саумалдың ол 2-3 сағаттан кейін ол бұзылып кетеді. Ауамен реакция болып, ол қышқылданып, ол ішуге жарамсыз болып қалады. Яғни ол сауылғаннан кейін 2-3 сағатқа дейін ғана оны пайдалануға болады. Ал енді оны тоңазытқышқа қойып қойса, 8 сағатқа дейін ол жарамды ішуге болады. Ал енді мұздатып қоятын болсақ, мұз күйінде ол ұзақ уақытқа дейін сақталына береді. Бірақ оны еріткен кезде бөлме температурасында еріп, немесе жаңағы ыстық суға салып, жаңағы банкана немесе бөтелкені. Сөйтіп, соны ерітіп ішуге болады, бірақ оны қайтадан мұздатуға болмайды, тек қана бір рет еріп салқында жылытады. Сондай ерекшеліктер бар. Ал енді қазіргі жағдайда мынау ұнтақ түрі шығып жатыр ғой. Соны сұрағым келіп отыр. Ұнтақ түрі өте ыңғайлы ішуге. Ол жылқыны іздеп жүрмейді, адам үйде тұрады, оны жылы суға ерітіп, күніне неше мезгіл іше береді. Оның енді құрамы қандай болады деген көптеген сұрақтар туады. Құрамын оның бәрі зерттелінді. Біз мынау Шанхайда бізге дербес, бізге байланысы жоқ лабораторияларда тексердік. Москвада мынау институт питанияда, одан кейін жаңағы санитарный эпидемиологиялық лабораторияларда тексердік. Өзімнің Назарбаев университетінің лабораториясында тексерілді. Жалпы алғанда 90% табиғи сүтті қайталайды деген қорытындыға келдік. Негізгі жаңағы белоктар, майлар, көмірсутектер бойынша, одан кейін витаминдер құрамы бойынша,
микроэлементтер, макроэлементтер құрамы бойынша, ферменттер бойынша ол барлығы сақталынған. Себебі ол мұздатылып жасалынады. Яғни -35 градуста мұздатылғаннан кейін оның құрамындағы барлық қасиеттері, құрамы сақталынады. Ал егер ысытып дайындаса онда ол кезде жоғалтып алатын еді дәрімен. Әрине, ол кез келген температура ол витаминдерді жояды құрамындағы. Салқындатылған күйінде ол жойылмайды. Салқындатылған күйінде ол ешқандай өзгермейді. Сондықтан да ұнтақты ешқандай күмәнсіз дәрумен жойылмайды, қолдана беру. Әрине. Біздің байқауымыз бойынша табиғи саумал ішіне мынау ұнтақталған сүтті ішсе де екеуінің нәтижесі, яғни бірдей. Аурудың емделген кездегі нәтижесі бірдей. Ауру адамға ем, сау адамға дәрумен дейсің. Яғни қайсысын ішсе де таңертең табиғи сүтті ішіп, түсте немесе кешке ұнтақты ішсе де бәрібір. Екеуін араластырып, немесе жаздың күні табиғи сүтті ішіп, қыстың күні ұнтақ ішіп ішуге де болады. Ол өз еркі адамның. Нәтижесі бірдей. Бірнеше жыл бұрын пандемия болған кезде, жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой, қаншама шаруашылықтарда бір кезек-кезекпен көліктер тұрып. Пандемия кезінде негізі халықта қорқыныш пайда болды. Қорқыныш пайда болған кезде бұрынғы кодтар есіне түсті ма, енді анау құдайын ұмытып кетеді, құдайын еске алады дейді ғой, қорыққан кезде. Біз қайтадан жаңағы қымызға қарай, саумалға қарай көшіп, қойдың еті, ешкінің еті қымбаттап, Қойдың құйрығын іздеп кеттік. қорыққан кезде біз артқа қарай қайттық та өзімізге қарай. Оны енді көзіммен көрдім. Пандемия көзіммен көрдім. Жылқы осы Астананың төңірегінде 10 шақты, 15 шақты осы кәсіпкерлік жасайтын, саумал мен қымызбен айналысатын ошақтар бар екен. Солардың біразын аралап көрдім. Сондағы таңғалғаным, түнгі 3-4-тен бастап кезекке тұрып, сол машинамен көлікпен келіп жатып, сонда кезекке тұрып, сағат таңғы 9-дағы сауынға үлгеру үшін сондай кезекте тұрған көрдім. Ол не деген сөз? Ол халықтың жады өшпегенін көрсетеді. Яғни ол пайдалы екенін, иммунитетті көтеретін, яғни соны білген халық, сол әлі өшпеген, соны енді алғаш кезде ол қалай емдейтінін білмеді ғой. Сондықтан осы қымызбенен саумалды ішіп, біраз адамдар аман қалды. Ол факт. Мысалы, больницаға жатып емделгендер көбісі қайтыс болып, үйінде қымызбен, жаңағы етпен, қойдың еті, жылқының еті, қымыз ішкендер солар тірі қалды. Ол факт. Сондықтан бұл иммунитетті көтеретіні рас, ол ғылыми түрде дәлелденген де. Ал енді ол енді вирус қой, вирусқа ол кезде вирусқа қарсы дәрі де жоқ ол кезде. Ал енді мынау иммунитетті көтеру арқылы осы вирусқа қарсы қабілетін организмнің күшейтеді. Мен ойлаймын, бұл нәрсе жалпы біздің түбінде анау ата бабаларымыз оралатын болса, сол кісілер сол пайдалы тағамдармен қоректенді ғой. Ол бізге де қазіргі кезде кодымызда, жадымызда сақталған болып тұр ғой. Ол мынау біздің ғасырымызға дейінгі, жыл санауымызға дейінгі, мынау 3000-5000 жылдарға дейін, скифтер заманынан басталып келе жатқан сусын ғой ол. Соны қазіргі таңда біз оны халық біледі, оның ем екеніне, оның пайдалы екенін біледі, бірақ ол күнделікті тұтынудан қалып қойып жатыр. Ойдағыдай емес. Себебі мынау саумал біріншіден тез бұзылып кететіндіктен оны күнделікті пайдалану мүмкін емес. Оны зерттеу де мүмкін болмады кезінде. Ғылыми түрде дәлелдеп, күніне 3 мезгіл ішіп, оның жаңағы бір ай ішіп мысалға, оның нәтижесін зерттеп, ол мүмкін болмады. Біреу бара алады, біреудің жағдайы бар, біреудің жағдайы жоқ күніге ішуге, 3 мезгіл. Ал енді мынау ұнтақ түрі пайда болғаннан кейін ол сондай дәрежеге жеттік, ондай мүмкіншілікке жеттік. Сөйтіп, сондай ғылыми зерттеу жұмыстарын зерттегеніміз сондықтан. Соны жаңағы бірнеше сырқаттар бойынша ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілді. Жаңағы стеатогепатит, бауырдың майлануынан пайда болған стеатогепатит,
одан кейін бауырдың аутоиммундық сырқаттары сол жөнінде, содан кейін мына тері аурулары, псориаз дейтін ауру бар. Сол кезде өте жақсы көмек берді осы саумал. Жаңағы элементтерді, тері элементтердің бәрі азайып, қышынғандары кетіп, сондай жағдайлар болды. Одан кейін мынау балалар осыны пайдаланған кезде пневмонияменен тез айығып кететін жағдайлар тіркелді, оны бәрін зерттелді. Содан кейін жаңағы әртүрлі басқа да гепатиттер, оның ішінде С гепатитпен беріп, сол кезде басқа базисті емге қарағанда мынамен тезірек жаңағы анализдері жақсарғанын байқадық. Сондықтан осы бағытта әлі де жұмыс жасаймыз деген жоспарларымыз бар. Ең бастысы бұл ғылыми түрде дәлелденген осы сырқаттар кезінде осы саумалдың қасиеттерін медициналық хаттама дейді, протокол дейміз, емдеу протоколдарына енгізу басты мақсат осы. Сол кезде ол барлық дәрігер соны біліп, қажет екенін түсініп, соны егерде тағайындайтын болса, біздің нәтижеміз алып жатқан фармакотерапиядан 1,5-2 есе минимум артар еді. Ол бізге қашан келеді енді? Енді Бәрі ол бізге бағытта біз өзіміз бірлесіп жұмыс істеуіміз керек, қоғам ояну керек, мынау дәрігерлер оны білу керек. Сол үшін де конференциялар өткізіп жатырмыз. 23 жылы бірінші рет осы халықаралық конференция ұйымдастырдық осында Алматы қаласында. Сөйтіп біраз елдердің құлақтанып, жаңағы құлақтары елеңдеп қалған еді. Қазір енді шамалы басылып қалған сияқты. Соны жаңағы осы конференцияда тағы да басқаша жағынан көрсетсек, ауқымды етіп көрсетсек. Біздің негізі ниетіміз сол. Қымыз өндірушілер, қымыздың пайдасын ғылыми түрде білетін сияқты ғалымдар, ауыл шаруашылық министрі, басқа да үкімет органдары бәрін бір жерге жинағымыз келеді басын. Жастарға көрсеткіміз келеді. Бүкіл халқымызға пайдалы екенін білеміз, бірақ күнделікті тіршіліктен бұл дастарханымыз жоқ қой. Соны қайтадан көтеріп, мысалы, мынау горилла, Red Bull ішкеннен қымыздың пайдасы осы. Соны ниетіміз сол, осы фестивальді бәрін көтереміз дейміз. Оның бәрі Конференциямен, жалғыз конференциямен көтерсек, ол жерге халық келмейді. Біз халықты жинағымыз келеді. Мына өндірушілер келеді. Сол жерде бәрін көрсетіп, күнде жыл сайын осы бір жерге жиналып отырсақ, мне кажется, көтеретін. түпкі мақсатымыз сол осы. Көтереміз деп ойлаймыз да, бірге. Ұлттық бағдарлама жасап, осыны көтерсек, сонда нәтижесінде ұлттың денсаулығы дұрысталар еді. Адамның өмірі ұзарар еді. Сөйтіп, қоғамға пайдасы көбейер еді. Жалпы. Мақсат сол ғой. Мақсатымыз сонда халықтың денсаулығын көтеру болып тұр ғой. Денсаулығы көтерілсе, білімі көтеріледі, энергия пайда болады, экономикамыз дамиды. Шаршамайды мынаны ішсе. Адам күні бойы жұмыс істей бергісі келеді. Қазіргі жастар неге ішесің десем, горилла ішсең жұмыс. Жастарымыз соған жаңаға бір еліктеп тұрады, соны өте дұрыс емес. Жалпы ол энергетикалық сусындарды Қазақстан көлеміне енгізбеу керек жалпы. Себебі біз дәрігер ретінде оны күнделікті көріп жүрміз. Ол емделмейтін ауруларға алып келеді, өлім жітімге алып келеді. Сондықтан оны доғару керек. Есі дұрыс, саналы азаматтар мынау өздері балдарына, үй ішіне, семьясына айтып отыру керек. Осы ол болмайды деп, сен денсаулығыңды құртасың, өміріңді қысқартасың деген сияқты сөздер айтылу керек. Ал енді мынау табиғи өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан зат қой, енді қоректі зат. Ол Гиппократ айтып кеткен екен. Біздің ішкен тағамымыз ем болу керек, дәрі болу керек. Біздің ішетін дәріміз тағам болу керек деп айтқан екен. Соған бірден бір 100% сәйкес келетін осы қымыз бен саумал емес пе? Енді Бұл әрі тағам, қолда бар алтынның қадірі қойды. көрдіңіз бе? Сондықтан біз осыған келуіміз керек. Онсыз қазақтың денсаулығы, өмір сүру ұзақтығы бұлыңғыр.
Иә, жаңа Жакеңде жақсы айтып кетті ғой, негізгі фестивальдің мақсаты дағы Иә. осы халыққа осы денсаулықтың қадірін енді қолымыздан келгенше өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық тағамдарымызды түсіндіру. Осы фестиваль барысында өзіңіз бұйырса комиссияда боласыз, әділқазы мүшесіз. Қандай тақырыптарды көтеруді жоспарлап отырсыз конференцияда, фестивальдің кезінде? Енді өткен конференцияда біз біршама проблемаларды көтердік. Енді одан кейін де қазір қандай бағытта жұмыстар жасалынып жатыр. Анау Башқұртастаннан ғалымдарды шақырып жатырмыз. Қырғызстаннан хирург осы хирургиялық жара кезінде осы қымызды қолданудың нәтижесін айтады. Содан кейін мынау Германиядан Ганс Стольманның өзі келіп жатыр. Қытайдағы өзіміздің қандастарымызды шақыртып жатырмыз осымен айналысатын қымызбен. Өзіміздің де біраз тәжірибелеріміз жинақталып қалды. Солардың бәрін жариялап, пікір алмасып, сөйтіп жаңағы соны әрі қарай жүргізу мақсатында бірге Жақаң айтып отыр ғой, бірге істеуіміз керек. Өндірушілер, кәсіпкерлер деп солардың барлығын басын қосып, сондай бір бағытта бір ғана жеттік емес, ол жүйелі түрде болатын болса, сол кезде ол нәтиже берері сөзсіз. Иә, осы жерде бірігу керекпіз ғой, жалғыздың. Иә, жалғыздың жаяудың шаңы шықпас деген сөз ғой енді. Сондықтан енді бұны айта берсе қымыз бен саумалды көп. Мынау тағы бір айтатын бір сөз бар, мынау Шыңғыс ханның өзі айтып кеткен екен. Енді ол кісі дәрігер емес, емші емес, бірақ енді Құдай қасиет берген адам ғой жалпы. Сол айтқан екен, биенің сүті дейді, бұл менің балаларымның денсаулығы дейді. Биенің сүті бұл менің жауынгерлерімнің күш қуаты дейді. Әйелдерімнің Әдемілігі. көріктігі дейді. Көріңізде, сонда бұл косметологияны да айтып тұр, пайдалы екенін. Ал енді балалардың денсаулығын дұрыстайтын, және де күш қуат беретін, мынау спортсмендердің қолданатын да. Иә. Бізге қорғаныс министрлігіне де негізі Енгізу керек. енгізу керек қой, күнде ішу керек қой. Әртүрлі косметологиялық заттар шығаруға болады. Әртүрлі жаңағы кремдер, жаңағы басқа да сабындар, су сабындар бәрін шығаруға болады. Сапасы өте керемет болады. Оны біз көріп жатырмыз қазір. Сондықтан балалардың денсаулығы, мысалы қазіргі кезде аутизм деген көбейіп кетті. Иә. Ол бұрын бұндай деңгейде болмайтын. Бірен-саран болуы мүмкін, бірақ бұндай масштабты түрде аутизммен ауыру көбейіп кеткен ондай біздің халықта жоқ еді. Себебі осы сүт тағамдарын ішпей қойды біздің балаларымыз. Ол жаңағы фастфудтармен әуес, жаңағы газдалған сусындармен, тәттілермен әуес. Тәттілер қолжетімді болып қалды ғой қазір. Бояғыштар әртүрлі. Ішінде оның сапасы қандай оны? Кіргенде магазинде сонымен қарсы. Иә, Сонда. Балалар сразу. ол бұрынғы кездерде біздің заманымызда біз жаңағы бір береке кезінде ғана конфет жейтінбіз мысалы, да? Оның бәрі мына ішектің микрофлорасына кері әсерін тигізеді екен. Ал осы қымыз, осы ашытылған сусындар, осы солар микрофлораны дұрыстап, ол адамның өмір сүру ұзақтығын ұзартатын сондай бірден бір сондай қасиеті бар. Жаңа енді аутизм деп қалдыңыз ғой, жалпы аутизм ауруы бағана сұхбатқа дейін айттыңыз, осы ішек асқазанның дұрыс болмағандығы. Иә, микрофлораның бұзылыстарынан әртүрлі токсиндер пайда болып, сол токсиндер жаңағы қанға еніп, сөйтіп жаңағы жүйкені, миды зақымдайды. Ал енді өзіңіз осы өмірлік жұмыс тәжірибесінде осы бие сүтінің аутизмге бір пайдасы тиген бір сондай бар ма? Иә, ол нәтиже болды. Практикада жаңағы ресейлік, мәскеулік семьяда аутизм бала пайда болып, оны бармаған жер жоқ, шетелдің бәрін аралап, өздері ауқатты тұратын семья екен, істемеген жағдайы жоқ, бәрін жасаған, нәтиже бола қоймаған. Сонда осы бір профессорлардың біреуі айтыпты, түйенің сүтін ішсін деп. Соны енді ол ұлты орыс болғандықтан ол түйемен жүрген еді ғой енді. Сөйтіп біраз уақытқа дейін ойланып жүріп, соған шешімге келеді, оны берейік, көрейік деп. Сонда соны ішкен кезде бір айдан кейін мама дай мне молоко деп бірінші рет сөз айтқан ғой.
Сондықтан ол әлі зерттеледі, ол дәлелденіп те қойды, ол практикаға жаңа өткен конференцияда біз оны талқыладық. Ал енді ол биосүтіне де байланысты. Сондықтан осы сусындарды ішіп өсетін адам, әсіресе балалар, қазір аллергия көбейіп кетті балаларға. Аллергия көп. Иә. Ол аллергияға бірден бір қарсы осы биенің сүті, саумал деп айтар едім. Біріншіден ол ананың сүтіне пара-пар құрамы бойынша. Ананың сүтін ішкендей болады. Сосын оның құрамында жаңағы альбумин көбірек казеинге қарағанда. Көбінесе аллергия казеиннен болады. Яғни сиырдың үстінде көп болады жаңағы казеин. Содан аллергия пайда болады. Ал енді бұда ешқандай аллергия болмайды. Сөйтіп, оның жаңағы тез жетілуіне, физикалық жетілуіне, интеллекттің дұрыс болуына бірден бір септігін тигізетін осы саумал. Егер де балаңыз жақсы дамайды десеңіз, тез физикалық тұрғыдан да, жаңағы психикалық тұрғыдан да жақсы өсіргіңіз келсе, осы саумалды тұтыныңыз. Ата-аналардың құлақтарына алтын сырға ағамыздың кеңесін тыңдап өмірлеріңізде қолдансаңыздар, салауатты ұрпақ болашақта мықты ұрпақ өсетіні сөзсіз. Иә, оған сеніміңіз мол. Бақытжан аға, сіз енді дәрігер ретінде өз үйіңізде қалай пайдаланасыз? Балаларыңыз, немерелеріңіз? Енді біздің үйде қымыз да, саумал да үзілмейді. Саумалды енді ұнтақ түрінде пайдаланамыз. Осы жақында еңбек демалысын алып, бір айға осы саумал ішуге бара жатырмын. Мен де ойласам, Семьямызбенен жұбайымыз екеуміз барып, бір айға барып саумал ішпек. Сол шаруашылықтың басында жатып, Шаруашылықтың басында жатып, анау Алматы төңірегінде Белбұлақ дейтін елді мекен бар, Талғарға баратын жолда. Сонда Құрманғали дейтін жігіт бар, өзі әбден кезінде ауырған, әбден басына тиген, жаңағы ешқандай медицина көмек бере алмаған. Содан осы біреулер саумал іш деп, саумалға рекомендация беріп, сол саумалдан айығып, соған құлап, осы саумалға сөйтіп сол шаруашылықты бастап, қазір елді сауықтырып жатыр. Сол Құрманғазыға барғым келіп, бір жыл бойы дайындалып жүрмін. Ол кісі ертең бірінші орын алатын шығар енді. Иә. Ол енді оның қымызын айтсаңызшы, оның қымызы деген оны іше бересің. жалпы сол өміріңізде бір осы қымыздың дәмі таңдайына келіп еді деген бар ма, сондай қымыз? Иә, осы қымызды айтар едім, мен Құрманғалидың қымызы деп айтар едім. Себебі ол өз айтады, мен сұрамаған адамым жоқ дейді. Мына қымызды қалай дайындайсың, не қосасың, жаңағы ыстаған кезде қалай ыстайсың, немен ыстайсың, қандай өсімдікпен ыстайсың десем, ешкім айтпайды дейді. Сонымен анадан сұраймын, мынадан сұраймын, ешкім айтпайды. Содан кейін басымда ана тасқа ұрам, мына тасқа ұрам. Сөйтіп эксперимент ретінде бір жаңағы эталон шықты дейді. Ол өзіме де ұнады дейді. Кезінде Төрегелді Шарманға да берген екен. Ол кісіге де ұнапты. Мынау керемет қымыз екен деп. Сондықтан сол қымызды аңсап тұрам ішкенге. Ол кісі құпиясын айтпайды ғой бірақ. Ол құпиясын айтпайды. Бәрін айтайын дейді. Шаруашылық болсын, қымызды, саумалды қалай ішкізу, бәрін айтамын, бәрі шаруашылықты да. Бірақ мынаны сұрамаңыздаршы менен дейді. Дайындалатын. Біздің мысалы қазір неге жарыстырып отырмыз қымызды? Осындай қымыздар келсін дейміз да, халық көрсін, осындай қымызды әдейі, мысалы фестивальға дайындалған қымызды, кинофестивальға мысалы әдейі дайындайсыз ғой кино. Осындай қымыздар әдейі осындай сұрыпталған, бапталған қымыздар осында келеді деп ойлаймыз да. Сол үшін жаңағы бәйге тігіп отырғанымыз сол негізі. Жақсы, керемет болар еді ол енді. Қымызды әркім әрқалай дайындайды ғой. Дәмі әртүрлі. Бірақ енді жалпы организмге жақсы әсер ететін қандай қымыз болса да, ол сөзсіз енді. Бірақ енді дәмі дұрыс болмаса адам көп іше алмайды ғой. Мәселе сонда ғой. Ал енді дәмі дұрыс, керемет болып тұрса, оны аңсап тұрасың, оны іздеп тұрасың. Қанша тұрасың, бағасына қарамайсың. Бірақ мен ойлаймын, бұл жерде жалпы антисанитарияға да мән беру керек шығар. Бір стандарты болу керек па, ережесі? Ол бір ерекшелігі, ол Құрманғали үнемі ай сайын жаңағы лабораторияға анализдер беріп тұрады.
солай болу керек те негізі. Қымыз дайындаудың бір стандартизациясы. Стандартизациясы керек, бұл стандарты жоқ қазір. Оны кезінде мынау Айтахан Қуаныш ағамыз депутат кезінде көтерген болатын, стандартқа келуіміз керек деп. Иә, сол стандартқа әлі келе алмай жатырмыз. Соны жасау керек негізі. Себебі біз өзіміз ғана ашып қоймай, бұны шетелге де шығаруымыз керек қой. Экспортқа. Иә, сол кезде ол біз стандартпен шығармасақ, онда біз ұтылып қалуымыз мүмкін. Вот. Осы фестиваль аясында көтереміз осы. Иә, онда керемет болар еді. Сондықтан жаңағы осы қымыз дайындайтын адамдар стандарт жалпы қалай болу керек, оның бәрін ғылыми негіздеп, енді ауыл шаруашылық институттары бар ғой енді бізде. Солардың бәрі жұмылып, осындай жағдайға стандартқа келуіміз керек. Вот. Димажан мырза, енді алдындағы подкастта да сіз айттыңыз ғой, жалпы не үшін байқымыз деп фестивальдің атауы. Қазір көріп отырған көрерменге де бір анықтама беріп жіберсеңіз. Енді қымыз фестивалін жасап жүр, қырғыз халқында жасап жүр. Осында да болған. Қымыз фест деп қояды. Қымыз фест. Біз неге байғымыз деп алдық? Бұл жаңағы кісінің айтып отқан қымызы құпиясын айтпайтын. Байытылған қымыз, құпиясы, мысалы сапасы жақсы, байғымыз осы фестивальде сондай қымыздар келсін дейміз. Сосын жылқы ұстаған, жылқы сауып отқан адам бай болу керек. Жылқы ұстаған адам бай болу керек. Ол ниеті де бай болу керек, көңілі де бай болу керек. Сол кісілердің бәрін бір жерге жиғымыз келеді. Бай деген бұрынғы қалып кеткен сөзімізді қайтадан тірілткіміз келеді. Кеңес одағында мысалы бай деп анау қарындары шығып кеткен, сондай деп елестетті ғой, бізге солай үйретті ғой. Бай деген жаңағы осындай жаман адам деп. Ол жаман адам емес. Бай деген ауылын асырап отқан, бауырларына қарап отқан кісі бай деген. Сол сөзді көтергіміз келеді, көтеруіміз керек. Қымыз ішкен адам бай болу керек. Жылқы ұстаған адам бай болу керек. Халқымыз бай болу керек. Бай болсын десеңіздер, қымыз ішіңіздер. Иә, осы саумалдың қымыздың емдік қасиеттері жөнінде біраз еңбектеніп жатырмыз. Соның нәтижесі ретінде Мен сұрағым келіп отырады. монография жарық көрген. Қымыз, саумал, емдік шипалы қасиеттер деген. Бұл жерде мынау қазақша варианты, мынау алғашқыда орысша варианты, екеуі шыққан болатын. Бұл жерде біз осы қымыз бен саумалға байланысты тарихтан бастап екшеп, біздің өзіміздің жаңағы айтып жатқан ғылыми зерттеу жұмыстарымен жалғастырып, оның нәтижелерін көрсетіп, соның бәрін осында берілді. Сондықтан оқыңыздар, көріңіздер. Бұл кітаптар көрермен қайдан тапса болады? Бұл кітап жаңағы Каспий магазинде бар, содан алса болады жалпы. Әлі де жасайтынымыз жобаларымыз бар. Ол таусылмайтын тақырып қой жалпы. Мұхит деп айтсам болады. Таусылмайтын мұхит қалай таусылмайды? Ол саумал қымыздың емдік шипаларын зерттей берсең, зерттей бересің. Жақсы сұхбат болып жатыр, өнегелі әңгіме болып жатыр, көрермен біраз мағлұмат алып жатыр деп ойлаймын. Жалпы енді фестивальдің кезінде гастр фестиваль деп жатырмыз ғой. Биенің сүті, қымыз, саумалдан бөлек жаңағы жылқының етінің де әртүрлі деңгейдегі бір көрсетілімдері болып жатыр. Жалпы осы жылқының өнімдері алдында сұрағым келіп отыр да, Жәке, сіз де жақсы айттыңыз. Жалпы қазақта жылқы ешқашан да бір жайдан жай ешқайда кетпеген дейді. Терісінің өзі, жал құйрығының өзі бір пайдалы бір затқа айналдыра білген. Осы жайында бір сұрағым келіп отыр өзіңізден. Енді жылқының еті бұл өте пайдалы, өте жұғымды, сіңімді ет. Қазақ бостан-босқа айтпайды ғой. Жылқының еті кешкі төсек салып жатқанша дейді. Сіңет дейді ғой енді. Енді сиырдың еті таң сарғайып атқанша дейді келесі күн. Ал енді қойдың еті келесі күн батқанша дейді. Ауыр ойық. Келесі күн болып, одан кейін батқанша ол сіңет деген, қорытылады деген мағынада айтып отыр. Сонда қазақ енді көбінесе кешке жеген ғой енді етті. Сонда кешке етті жеп, төсек салып жатқанша ол қорытылып кетіп тұр ғой енді. Ешқандай ауырлық түсірмейді, жеңіл қорытылады. Оның ішіндегі мынау майдың өзі де өте пайдалы май.
мен көрермендерге айтар едім, мысалы өздеріңіз үйде эксперимент жасап қойсаңыздар болады. Мысалы жаздың күні күннің астына жылқының майын қойыңыздар да қасына қойдың майын қойыңыз. Күннің сәулесі түсіп тұр жаздың күні. Қайсысы тез ериді? Жылқының майы тез еріп кетеді, су болып кетеді. Ал қойдың майы ерімейді. Соның өзі көрсетіп тұр ол. Иә. Кешке ет жейміз деп ұяламыз. Ұялмау керек қой. Иә. Ал енді жалпы қазақ енді кешке жеген ғой, бірақ дегенмен де кешке оған үйір болудың қажеті жоқ. Кешке көп тамақ жемеу керек жалпы. Тамақ жеген кезде де былай жүріп серуендеп, таза ауаға жүріп сөйтіп. 2 сағат Иә, сөйтіп жүрмесе ол ол ауыр болады. Сондықтан анау Қаныш Сәтбаевтың естелігіндерде де бар. Жаңағы Томскіде оқып, өзінің профессорларын туберкулезбен ауырғаннан кейін еліне шақырады ғой енді. Қымызбен емдедіңіз деп. Сонда келіп, әркім күніге қонақ мынау шақырады, мынау шақырады, түнде тойып жатады ғой енді. Сонда бәрі жақсы дейді жаңағы мұғалім айтады, профессоры. Сол түнде тойып жатқан қиында дейді ғой. Сол сияқты сол Қаныш Сәтбаевты да ол өмірден алып қалған осы қымыз. Сол Томскіде жүріп 2 рет туберкулезбен ауырады. Сөйтіп осы қымызбенен, осы Баянауылдың қымызынан ем алып, содан кейін жазылып кетеді ғой енді толығыменен. Сондықтан ол сол кезде білген, мысалы, оның бұрыннан да білген, ол жаңағы дәйекті материал да енді бұл жерде. Енді қымыз жаңа бие қай жердің шөбімен қоректенсе соншалықты қымыздың дәмі болатын шығар, иә? Иә, енді Және жаңа айтып жатады ғой, майский қымыз дейді. Оны шілдеде, маусымда ішкен тиімдірек пе, шынымен майский қымыз ішкен пайдалырақ болған екен. енді майда дейді, бізде енді солтүстікте көбінесе июньде басталады ғой енді, маусымда басталады. Сол кезде шөптер шығып, жаңағы өзінің сөліменен жаңағы гүлденіп шығып жатқан кезде соны жеген малдың сүті де әрине оның жаңағы витамині де көбірек те болады, құнарлы да болады. Содан кейін мынау күзде әбден пісіп, жетіліп, жаңағы жемістері пайда болған кезде, дәндері пайда болған кезде шөптердің соны жеген жаңағы жылқының да сүті қоректілеу болады, қасиеттілеу болады. Сондықтан ол бар, бірақ аса бір денсаулыққа мынаны ішсең болмайды, ананы ішу керек деген ондай жоқ. Жалпы қымыз ішсе, саумал ішсе жетіп жатыр енді оны. Оның Сапасы қатты түсіп қалмайды дейсіз ғой. қатты түсіп қалмайды енді ол. Бізде осы фестивальді өткізген кезде сол уақытын сол күзге қарай жақындатып өткізіп жатырмыз да. Мысалы көктемде шаруашылық қолдары босамайды. Жаздың аяғында егін піскен кезде солай өткіземіз деген ойымыз бар. Енді ол айта берсе көп қой енді ол. Мынау боз бие деген бар. Боз биенің сүті қасиетті, қорегі, сапасы дұрыстау болады деген де сөз бар басқа жылқыларға қарағанда. Бірақ оны ғылыми түрде дәлелдеген ешкім жоқ. Жалпы мынау хандарды алып қарасақ, боз биенің сүтін ішті деп, мысалы, мына көшпенділердің өзінде де жазылатын, Абылай хан мынау таққа отырған кезде биенің үстіне шомылдырған, мысалы. Тәуке хан сол 7 жарғысында жазылған екен, осы хан ақ киізге көтерердің алдында жаңағы биенің үстіне шомылдыру керек деген 7 жағы да бар екен. Қасиет тұтқан ғой. Иә. Ол дегеніміз не деген сөз? Ол оның ниеті ақ болсын деген мағынада. Жолы ақ болсын. Үлкен жаңағы дәрежеге жеткізсін бізді халқын. Ең бастысы ниеті ақ болсын деген сондай тұрғыда жасалынған сондай іс-шара ғой. Ақ киізге аққа көтеру деген сөз. Оның бәріне мән берген ғой қазақ. Альбуминнің өзінің де мағынасы ақ деген сөзден шығады екен ғой. Ақуыз дейді. Ақуыз енді альбумин белокқа жататын не ғой енді. Белоктар альбумин, глобулин деп бөлінеді. Сондықтан ол альбуминдік сүттер бізге жағымды.
бізге жағымды. Мысалы қымызды қанша ұйытсаң да ол айран болмайды, қоймалдың зат болмайды. Ол қымыз болып шығады. Ол да сұйықтық заты, иә. Ал енді сиырдың сүті ол ұйытсаң ол батпақ болады жаңағы, иә. Сол сияқты ол құрамына байланысты. Яғни ол жерде жаңа казеин көп деген сөз. Қойдың сүті де, ешкінің сүті де солай. Ал мынау жылқының сүті мен есектің сүтін кезінде мынау Клеопатра, аңыз бар сондай. Клеопатра жаңағы өзі сұлу көріну үшін, жаңағы жасару үшін, жас болып көріну үшін есектің үстіне шомылған дейді. Сөйтіп, кейін ғалымдар зерттеп келсе, есектің сүті менен биенің сүті екеуі пара-пар екен құрамы бойынша. Ал енді есектің сүтін қазақ ішпейді ол енді. Байланады ғой. Иә. Ал енді біз сол биенің сүтімен қоректенеміз. Сондықтан ол бостан босқа емес, ол адамның организмін жақсартады деген мағынада. Жаңа косметологияда қолданады деп отқанымыз сол. Оның да пайдасы бар. Бірінші рет естіп отырмын жаңағы есектің сүтінде. Иә. Мен түсінбеймін бе? Сондықтан айта берсе мәселе көп. Енді қорытындылап сол жаңағы гастрофестивальде айтатын боламыз. Егжей-тегжейлі бәрін айтып, бір мәлімеге келіп, иә. Содан кейін ары қарай бағыт жоспарларымызды бір түгендеп, сол бағытта жұмыс істеп ары қарай сол жаңағы бастапқы өзіміздің ойларымызға жетіп жатсақ, әнекей құба құп болар еді. Әрине. Жалпы осы байқымыз жобасы фестивалі өзіңіздің ойыңыз қалай, халыққа бір қандай серпіліс береді, халыққа қандай пайдасы бар? Енді бұны мен үнемі ойланып жүретін едім. Оны сіздердің алдымыздан шығып осылай жасаймыз дегендеріңізге өте қуандым. Сізге рахмет Жақа. Соны бастап осындай іс-шара жасап отырғандарыңызға. Ол енді бұл үлкен серпіліс болады деп ойлаймын. Себебі бұл біріншіден ауыл шаруашылығын қолдау. Ауыл шаруашылығын қолдағаннан кейін ауылдың халқының әл-ауқаты дұрысталады. Ол жаңағы өндірушілерден жаңағы экспортқа шығаратындар бар, басқа бар. Олардың бәрі жаңағы елдің қазынасына түседі налог ретінде. Содан кейін ең бастысы адамның капиталы емес пе, адамның денсаулығы емес пе. Ол адамның денсаулығы дұрысталып қана қоймай, оның өмірі ұзарады. Ал енді біздің дәрігерлерге керемет нәтиже болады. Яғни бір науқасты жазып, толығымен жазып шығарсаң, қандай рахаттанасың мысалға. Аптека жұмыссыз қалайын деп тұр ғой. Иә. Қымыз ішсек. Қымыз саумал ішетін адамдар ауырмайды, ауырмаса дәріханаға бармайды, дәріханаға бармаса ол сатылмайды, сатылмаса ол жаңағы фарм компанияның қалтасынан ұрады деген сөз. Сондықтан олар біздерді онша жақтыра бермейді. Бірақ енді ол жақтырмайды екен деп біз тоқтап қалып жатқан жағдайымыз жоқ. Біз осы бағытта жұмыс істей беруіміз керек. Керемет. Ниетіміз енді денсаулығы мықты болсын дейміз, халқымыздың денсаулығы мықты болсын. Бірінші сұрақ қой. Иә. Енді Жәке, мен ойлаймын, біраз мәселелер, тақырыптар, сұрақтар қозғалды. Бір көрерменге тағы айтар қосарларыңыз болса, жалпы ағамыз бүгінгі біздің подкастқа арнайы тығыз кестеңізге қарамастан уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс айтқымыз келеді. Бірден қолдап бұйырса, енді Жәкең де бағанадан бері айтып жатыр ғой, бұл тек қана бір отау үшін отау құру емес, барлығымыз бірігіп жасайтын жоба. Ел үшін, халық үшін жасалып жатқан жоба. Халқымыз бай болсын, жоғары санатты болсын деген ниет қой. Иә. Қорытынды бір ғана сөз айтсам, сол жеткілікті деп ойлаймын. Мына Ибн Синаны бәрі біледі ғой, енді Авиценна деп аталып кеткен. Сол кісі айтқан екен, биенің сүті бұл Алланың бізге берген сыйы деп. Сол қадірін білуіміз керек қой. Соның ішінде бәрі жатыр. Дастарханда тұру керек. Иә, сондықтан сол Ибн Синаның сөзімен аяқтағым келіп отыр сөзім. Керемет. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған Байқымыз фестивалінің подкаст жобасы
лайктарыңызды басып, біздің каналға тіркеліп, комментарияларыңызды жаза отырыңыздар. Және де осы подкастқа қатысты өздеріңізді тағы да бір қызықтырған сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды жолдасаңыздар, біз Бақытжан ағаның жауабын алып, ол сұрақтарға комментарийға жауап ретінде жауап беріп отыратын боламыз. Сондықтан да еліміз аман болсын, бай қуатты болайық. Жақсы. Рахмет. Қалай болды аға?